Миллион қаласын Софи мен Винсент Паскали қарапайым ұстайды. Алайда, некелері жақсы болмай жатыр. Ал Софи күйеуіне шыдамдылығын жоғалтады. Өйткені, ол тапсырыс берушіге, миссис Куанарға тапсырыс дайындауға тым ұзақ уақыт кетеді. Тапсырыс беруші кетіп бара жатқанда, ерлі зайыптылар дауласа бастайды. Кенеттен жануарлардың бетпердесін киген бір топ адам пайда болады. Бояуды бүкіл дүкенге төгіңіз. Бұл ер адамдар вегетариандық белсенділер, олар аймақтағы қасапхана иелерін жиі қудалайды. Ашуланған Винсент белсенділердің бірін ұстап алып, оның маскасын жұлып алады. Бірақ ер адамды қасапшыны жерге құлатқан топтың қалған мүшелері құтқарады. Осы оқиғадан кейін Винсент пен Софи кешкі асқа Марк пен Стефани есімді екі досының үйіне барады. Олар да ет бизнесінде жұмыс істейді. Бірақ олар ет комбинаттары мен қасапханалары бүкіл елге таралған салада көзге түсті. Тамақтану кезінде Марк өзінің жетістіктерімен мақтана бастайды. Тіпті Винсентке сыйлық ретінде жаңа мылтық сыйлайды. Бұл ғана емес, сонымен бірге ессіз адам бассейнде жүзіп жүрген резеңке үйректі атып, мылтықты дәл осы жерде сынап көруді шешеді. Бұл түскі астың атмосферасын одан сайын ыңғайсыз етеді. Бірақ Софи мен Винсент кетіп, қайта дауласа бастағанда, жағдай одан сайын нашарлай түседі. Софи күйеуінің немқұрайлылығы мен немқұрайлылығынан шаршады. Өйткені ол үй шығындарын әрең төлей алады, және оған лайықты көңіл бөлмейді. Ол ажырасуға арыз беруді шешкенін айтады. Бірақ Винсент көшенің ортасында велосипедпен келе жатқан жас жігітті көргенде алаңдайды. Ол оны қасапханасына шабуыл жасаған белсенді ретінде бірден таниды да, ашуланып, көлігін бұрып, оның жанынан өтіп бара жатыр. Ол жаңа ғана жасаған қылмысына тап болған жас жігіт. Винсент полицияға қоңырау шалып, бұл кездейсоқ оқиға болды деп айтуды ойластырады. Алайда Софи мұның нәтиже бермейтінін біледі, және елдегі ең танымал қылмыскерлер туралы өзінің сүйікті телешоуын еске алады. Олардың бірі жәбірленушінің денесін әртүрлі жерлерге шашып жібергенімен, және ол Винсентке солай істеуді ұсынады. Тұтқындаудан қорыққан қасапшы келісіп, мәйітті дүкенге апарады. Сонда ол оны бөліктерге бөле бастайды. Жұмыстан кейін Винсент бәрін мұздатқышқа салып, жатын бөлмеге жатуға кетеді. Бірақ Софи оған диванда ұйықтауын айтады. Өйткені ол әлі де ажырасуға арыз беруге бел буады. Келесі күні таңертең Винсент өзінің питбул чапстерінің қасында ұйықтай алмай түнегеннен бері шаршағанын сезеді. Содан кейін Софи дүкенді жалғыз ашуға барады. Бірақ бірнеше сағаттан кейін Винсент белсендінің денесінің бөліктері әлі де мұздатқышта екенін есіне алып, сол жерге асығады. Ол келгенде мұздатқышта сақтаған ветчина тілімінің қайда екенін сұрайды. Оның өкініштісі, Софи оны Куанар ханымға сатты. Ол көп ұзамай пайда болып, тағы бірнеше фунт ветчина сұрайды. Өйткені бұл оның дәмін татқан ең жақсысы болды. Ең сорақысы, Софи еттің дәміне қызығып, бір тістеп көруін сұрайды. Екеуінің табандылығына тап болған Винсент бір тілімді кесіп алып, дәмін жақсы көретін Софиге береді де, күйеуінің бұл жаңа тауарды қайдан алғанын сұрайды. Сосын ер адам сылтау ойлап табады. Ол ветчина таяу шығыстан әкелінген маса жасалғанын айтады. Софи бірдеңе дұрыс емес деп күдіктенді. Бірақ соған қарамастан, екеуі көршілеріне жаңа дәм туралы айта бастаған Куанар ханымға бір тілім сатты. Ол кетіп бара жатқанда, Софи Винсентпен бетпе-бет келіп, еттің қайдан келгенін түсіндіруді талап етеді. Содан кейін ер адам бұл жас вегетариандықтың диетасының бір бөлігі екенін, оның қалған бұзылған тағамдармен бірге бірте-бірте құтылуды көздегенін айтады. Содан кейін ол бәрін тастаған дұрыс деп ойлайды. Бірақ Софи бас тартады. Өйткені дәмі өте жақсы және өнім бұзылуы мүмкін. Қасапханадағы сатылымды арттырыңыз. Винсент мұны ақылсыз деп санайды. Бірақ содан кейін басқа тұтынушы келіп, жаңа ветчинаның тағы бір тілімін сұрайды. Көп ақша табу мүмкіндігін көрген қасапшылар жұбы өз тауарларын сата бастайды. Бұл аймақта хитке айналуда. Түн түскенде Винсент еттің дәмін өзі татып көруді ұйғарады және оның ерекше дәміне таңғалады. Софи мұны байқап, осы жаңа етпен олар әлі де дүкенді құтқара алатынын айтып, дастархан басына қосылады. Алайда Винсент тауардың қалған бөлігі жоғалып кеткенін айтады. Бірақ Софи оларға көбірек сатып алу керек деп жауап береді. Бұл оны ойландырады. Ал Винсент өзінің қасапханасын вегетариандық белсенділердің етімен толтыру туралы ойлана бастайды. Келесі күні таңертең ерлі зайыптылардың қызы Хлоя отбасымен бірге түскі асқа өзінің жаңа жігіті Лукаспен бірге барады. Мәселе мынада, жас жігітте вегетарианшы, тіпті Хлояға ет жеуге рұқсат бермейді. Содан кейін ерлі зайыптылар ірімшік, жұмыртқа және пирог сияқты басқа тағамдарды ұсынуға тырысады. Бірақ Лукас бас тартады. Өйткені олардың барлығы жазықсыз жануарлардың өмірі үшін жасалған. Жас жігіттің радикалды ұстанымы көп ұзамай ерлі зайыптыларды ұятқа қалдырады. Және Лукас пен Хлой кеткеннен кейін Винсент шешім қабылдайды. Ол тауар ретінде пайдалану үшін, одан да көп белсенділерді тартып алып, Софиді жаңа құрбандарды іздеу үшін мейрамханаға апарғысы келеді. Вегетариандық мейрамханаға келгенде, ерлі зайыптылар мәзірді қарап, меценаттарды талдау арқылы бетперде киюге тырысады. Дегенмен, олардың ешқайсысы оларға тамаша таңдау болып көрінбейді, және даяшы үстелге келіп, тапсырыс беріп қойғанын сұрағанда, олар қазірдің өзінде бас тартқалы жатыр. Не тапсырыс беру керектігін білмей, Софи арнайы тағамды сұрады. Ал даяшы мейрамхана иесі Стефанодан көмек сұрады. Бұл адамды көргенде, Винсент пен Софи оның мінсіз құрбан екенін бірден түсініп,
оны қалай ұстау керектігін түсінді. Мейрамханадан шыққан соң, екеуі Стефаноның артынан қуа бастайды. Ал Софи Винсент жұмысын аяқтаған кезде көліктің соңынан еретінін айтады. Содан кейін Стефано үйіне кірген бойда Винсент қасапшының үлкен пышағын алып, артынан жүгіреді. Қарулы адамды көргенде Стефано айқайлап, Винсентті қорқытады. Ол өзін жынды етіп көрсете бастайды және қашып кетеді. Содан кейін ол қайтадан көлікке қарай жүгіреді. Ал Софи тағы бір сәтсіздікке байланысты күйеуінен көңілі қалады. Ол құрбандарды тартудың басқа әдісін ойлап табуға тырысады және вегетариандық қозғалыстың демонстрациясына баруды шешеді. Келесі күні екеуі көшеге шығып, жануарлардың мүддесін қорғағандай кейіп танытып, Панк шаш үлгісімен белсендінің назарын аударады. Ол ерлі зайыптылардың ұстанымын қолдайды және оларды вегетариандық қозғалысты қолдау үшін жоспарлап отырған шабуылға қосылуға шақырады. Софи тез келіседі және үшеуі де қаңырап бос жерде кездесуге келіседі. Бірақ бірнеше сағаттан кейін Панк екі досын ертіп, фургонында келісілген жерде пайда болады. Камила және жас Кемера екі қонақты көрген Винсент әйелдерге шабуыл жасаудан бас тартқандықтан жоспарынан бас тартып, үйіне қайтуды шешеді. Дегенмен, Химера әйгілі ет комбинатының кілттері бар екенін және олар өз бизнесіне саботаж жасап, вегетариандық идеяны бүкіл елге тарата алатынын айтады. Ерлі зайыптылар бұл ет комбинатының Марк пен Стефаниден басқа ешкімге тиесілі емес екенін анықтады. Бұл Винсенттің ойын өзгертуге мәжбүр етті. Содан кейін екеуі Панк белсендінің фургонына отырады. Ал жолда Камила оларды бір жерден танитынын айтады. Ол бұл жұптың қайда жұмыс істейтінін сұрайды. Ал Винсент қалада гүл сататын дүкені бар деп өтірік айтады. Әңгіме жалғасуда және олар ет комбинатына келеді. Онда топ Винсент пен Софиден беттерін жануарлардың бетперделерінің астына жасыруды сұрайды. Олар сондай-ақ бүкіл мекемені жою үшін жарғанаттар, оттықтар және таяқшалар сияқты қорғаныс киімдері мен қаруларын таратады. Марк пен Стефанидің досы ретінде Софи қатысудан бас тартып, көлікте қалуды сұрайды. Ал күйеуі қалғандарының соңынан еріп, мекемеге кіріп кетеді. Ол жерде болғаннан кейін топ бүкіл мекемені қиратады. Бұл Винсентті қатты қуантады. Бұл Марктың бизнесіне деген барлық реніштерін жояды. Мекеме қирағаннан кейін Софи екеуі мейрамханаға барады. Бірақ ол күйеуінің досының бизнесін құртып жібергеніне әлі де ашуланады. Сонымен қатар, ол мүмкіндігі болған кезде жас белсенділерді қолға түсірмегені үшін оны қорқақ деп атайды. Винсент бұл айыптауларға ашуланып, тіпті Софиге пышақ сілтейді. Бірақ ол көп ұзамай тынышталып, ажырасуды қабылдайтынын және ет бизнесін артта қалдыратынын айтып, мейрамханадан шығып кетеді. Жанжалдан кейін Софи мейрамханада қалады. Оған жас даяшы қызмет көрсетеді. Екеуі сөйлесе бастайды және олардың көптеген ұқсастықтары бар екенін түсінеді. Соның ішінде қылмыскерлер туралы деректі фильмдерге тәуелділігі. Әңгіменің ортасында Софи вегетарианшы екенін, бірақ есепшоттарын өтеу үшін кәдімгі мейрамханада жұмыс істейтінін біледі. Содан кейін Софи өз дүкенін құтқару мүмкіндігін көреді және жас жігіт ауысымын аяқтағаннан кейін оған көлікпен баруды ұсынады. Ол келіседі де, екеуі оның үйіне қонаққа келеді. Ал даяшы онымен мейрамханада кездескенді ұнататынын айтады. Софи де бұл жігітті жақсы көреді және олар сүйіседі. Бірақ асығыс ол даяшының тілін тістеп алады. Жігіт тез қан кете бастайды. Ал Софи үйдегі жарасын емдейтінін айтып, кешірім сұрайды. Ішке кіргеннен кейін ол Винсентпен сөйлесуге барады. Ол өзі шақырған жігіт туралы түсініктеме талап етеді. Бірақ Софи өзінің келесі құрбаны болу үшін жас вегетариандықты тартқанын айтады. Екеуінің сүйісіп жатқанын білген Винсент ақыл парасатын бір жаққа тастап, жігітті өткір кескішімен жоюға уәде береді. Дегенмен, ол сондай ақ оған шабуыл жасау дәл қазір жақсы идея емес екенін түсінеді. Өйткені егер ол жәбірленушіге тым көп күш түсірсе, оның еті қатайып, жеуге жарамсыз болып қалады. Сату. Содан кейін Винсент Софиге жас жігітке қамқорлық жасауды және соңғы соққыны беру уақыты келгенше, оны мүмкіндігінше еркін ұстауды айтады. Тіпті осы оғаш жағдайға тап болған кезде де Софи келіседі де, біраз демалу үшін жігітті диванына апарады. Содан кейін ол шелек алуға баратынын айтады да, ас үйге қарай бет алады. Ол Винсентке шабуыл жасау уақыты келгенін айтады. Алайда жігіт тағы да өз ойын өзгертіп, енді ешкімді құртпайтынын айтады. Бұл Софидің көңілін қалдырады. Өйткені ол күйеуінің бизнесті немесе тіпті олардың некелерін сақтап қалғысы келмейтінін түсінеді. Винсент тіпті дауласуға тырыспайды және жай ғана қонақ бөлмеге барып, жас даяшыдан үйіне қайтуын өтінеді. Алайда ол жігіттің мүлдем жалаңаш және Софиді күтіп тұрғанын көріп таңғалады. Даяшының ниетін түсінген Винсент ер адамды жұдырығымен құлатып, басынан вазамен бірнеше рет ұрып өлтіреді. Бір секундтан кейін болған оқиғаға таңғалған Софи пайда болады. Бірақ ол ештеңе айта алмай тұрып, Хлой ата-анасын есіктің арғы жағынан шақырады. Уақытты босқа өткізбей, ерлі зайыптылар денесін диванның артына тығып, Лукаспен қарым-қатынасының үзілуіне қайғырған қызын қарсы алады. Оның айтуынша, жас жігіт оны жасырын түрде ет жеп жатыр деп сенгендіктен және вегетариандық қозғалысқа қарсы болғандықтан тастап кеткен. Осыған байланысты Хлой ата-анасынан үйде ұйықтай алатынын сұрайды. Бірақ Винсент оны Лукаспен татуласып,
вегетариандық қозғалысқа қосылу керек деп тез арада жібереді. Қозғалыс. Бұл мәселені шешкеннен кейін екеуі даяшымен жұмыс істеуге және едендегі барлық қанды кетіруге асығады. Содан кейін Винсент пен Софи бірге оның денесін бөлшектей бастайды. Және бәріне қарамастан, бұл тәжірибе ерлі зайыптыларды жақындастырады. Түні бойы жұмыс істегеннен кейін Стефани оларға қоңырау шалғанда, екеуі диванда ұйықтап қалады. Ол оларға тоңазытқыштарының біріне шабуыл жасалғанын хабарлайды және ерлі зайыптылар сол жерге барады. Онда олар барлық қираудың себебін зерттеп жатқан полицияны ұстайды. Тергеушілердің арасында Винсенттің қасапханасынан ветчина сатып алған полиция қызметкері де бар. Ол бақылау камераларындағы жазбаларды талдап жатыр. Бірақ олардың барлығы бетперде киген және оларды анықтау мүмкін емес. Винсент мұны естігенде жеңілдеп, үйіне қайтуға бел буады. Бірақ алдымен полиция қызметкері таяу шығыстан тағы да ет сатып алғысы келетінін айтты. Бизнесті қайта бастау мүмкіндігін көріп, Софи екеуі тауарды сатуға келіседі және даяшының қалдықтарын пайдаланып, өз қорларын толықтырады. Олар дүкенді ашқаннан кейін полиция қызметкері және басқа да бірнеше сатып алушылар барлық қорлар сатылып кеткенше ет сатып алу үшін кезекке тұрады. Күнар ханым қоспаларды сұрайды. Ал Софи келесі күні жаңа партия жіберуге уәде береді. Винсент оларға көбірек ет қалай алуға болатынын білмейді. Бірақ Софи оған вегетариандық мейрамхананың иесін еске түсіреді. Бірнеше сағаттан кейін ерлі зайыптылар ер адамның үйіне баса көктеп кіріп, есінен танып қалғанша ұрып соғып, жуынатын бөлмеде қолдары мен аяқтарын байлап тастайды. Алғашында Винсент оны аяқтауға батылы бармайды. Өйткені ол жақсы адам сияқты көрінеді. Бірақ Софи бұл дүкенді сақтаудың жалғыз жолы екенін айтады. Операция жасау. Қасапшы келіседі де, өткір пышағын пайдаланып, Стефаноны өлтіріп, алдағы бірнеше күнде азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Көзді ашып жұмғанша, қасапхана дүкені үлкен жетістікке жетіп, тұтынушылар күнде таңертең кезекке тұрады. Ассортиментті үнемі жаңартып отыру үшін Винсент пен Софи Марк сыйға тартқан мылтықты пайдаланып, вегетариандық белсенділерді іздей бастайды. Бір күні кешке екеуі көліктің артқы орындығында отырып, табиғат саябағының алдында күтіп отыр. Кенеттен сахнаға Винни есімді ұзын бойлы жас жігіт шығады. Ол басқа құрбандар сияқты вегетариандық белсенді және жақсы мақсат үшін күрескісі келеді. Ерлі зайыптылар мұны пайдаланып, оны қаладағы әйгілі ет комбинатын жою жөніндегі маңызды миссияға шақырғанын айтты. Алдымен жас жігітке бетперде алу керек. Ал Софи одан көліктегі чемоданынан біреуін таңдауды сұрайды. Винни маскаларды қарап жатқанда, Винсент күртешесінің сыдырмасын ашып, киімінің астынан кескішті суырып алады. Алайда, ол шабуыл жасамақ болған кезде, Винни не істейтінін түсініп, өзін қорғап қалады да, есінен танып қалған адамды белінен төмен пышақтап, орманға қашып кетеді. Жас жігіт оларды полицияға тапсырады деп қорқып, ерлі зайыптылар оның артынан жүгіреді. Бірақ Винни қашып үлгереді. Олар қараңғы орманда, ерлі зайыптылар оны жіберіп алса, полиция оларды ұстап алып, жас жігітті барлық жерден іздей бастайды деп қорқады. Кенеттен Софиге бір ой келеді. Ол Винниге қоңырау шалады. Ал ерлі зайыптылар ағаштардың бірінен оның ұялы телефонының шырылдағанын естиді. Табылған кезде жас жігіт қайтадан қашуға тырысады. Бірақ күш-жігердің арқасында ол жерге құлап түседі. Онсыз да тынысы тарылып, азап шеккеннен кейін ауқымды инфаркт. Осы қайғылы жағдайға тап болған кезде ерлі зайыптылар өздерін кінәлі сезінеді. Бірақ олардың өкініштері көп ұзамай оның бар екенін түсінген кезде қанағаттанумен ауыстырылады. Қасапхана дүкені үшін тамаша тауар. Келесі күні таңертең екеуі оның етінің бір бөлігін Марк пен Стефанидің үйіне апарып, жаңа өнімін сынап көрді. Басқа тұтынушылар сияқты ерлі зайыптылар да дәмді жақсы көрді. Бірақ Марк тағамдағы біртүрлі затқа тұншығып қалды. Мұқият тексергенде Стефани бұл кардиостимулятор екенін айтады. Бұл ерлі зайыптылардың бұл еттің шығу тегі туралы күдігін арттырады. Содан кейін Марк тауарды кім жеткізгенін сұрайды. Бірақ Винсент өзінің құпиясын бәсекелесіне аша алмайтынын айтып, оны жасырады. Марк бұған ренжіп, өзінің компаниясында қанша сатқанын және Винсент ешқашан оның деңгейіне жете алмайтынын көрсете бастайды. Бұған жауап ретінде қасапшы Маркты сапасыз ет сатты деп айыптап, тіпті бұл жұпты мылқау деп атайды. Марк ашуланып үстелден секіріп түсіп, өзін қорғауға тырысып жатқан Винсенттің үстіне құлады. Бірақ ер адам оны ұрып тастады. Олардың әйелдері оларға төбелесті тоқтатуды бұйырады. Ал Марк Винсентті жібереді. Бірақ ол күтпеген жерден оған шабуыл жасайды және екеуі де бассейнге құлап кетеді. Содан кейін Винсент төбелесті Марктың құлағын тістеп аяқтайды да Стефани мен оның күйеуін ер адамның зорлық, зомбылығынан қорқып тастап кетеді. Винсент күн өткен сайын агрессивті болып, құрбандарын ұстап алып, ет қорын толықтыруға әуестенеді. Софи күйеуіне қолдау көрсетуді жалғастыруда және жойылу оқиғаларының санына қарамастан, ол полиция оларды ешқашан ұстамайды деп сенеді. Өйткені оларды ұстайтын іздер жоқ. Бір күні түстен кейін екеуі Хлоя мен Лукасқа тап болған кезде жаңа құрбандарды іздеу үшін вегетариандық фестивальге бірге барады. Жас жігіт фестиваль өтетін жерде қасапшылардың жұбын көргенді ұнатпайды. Өйткені олар тек вегетариандықты мазақ ету үшін осында деп санайды. Сонымен қатар, ол белсенділердің өлтірілуі мен жоғалып кетуіне аймақтағы қасапшылар мен ет жеткізушілер себеп болды деп күдіктенеді. Осыған байланысты ол ерлі зайыптыларға іс-шарадан кетуді бұйырады және соңында Хлоямен бірге кетеді. Жанжалдан кейін Винсент пен Софи байқамай кетіп қалады. Бірақ олар білмей, Камила жақын жерде отырып, бүкіл әңгімені естиді. Көлікке қайта оралғанда қасапшы кетіп, енді назар аудармаған дұрыс деп санайды. Бірақ Софи вегетариандық жас әйелдің іс-шарадан кетіп бара жатқанын көреді. Ол әйелдерді құрту идеясына қарсы болса да,
әйелі Винсентті жас әйелді ұстап алып, оның денесін алуға көндіреді. Қасапханаға оралу. Кейінірек ол жәбірленушінің денесін бөлшектей бастайды. Бірақ қасапшының пышағын сындырып, екіншісіне ас үйге барады. Кенеттен полиция қызметкері есікті қағып, сатылатын ветчина әлі жоқ па деп сұрайды. Винсент дүкен әлі жабық деп жауап береді. Бірақ ер адам тоқтауды талап етіп, қасапшының бұл етті қайдан алғанын білгісі келетінін айтады. Сонымен қатар, ол вегетариандық белсенділер жоғалып кеткен кезде тарала бастаған дүкен туралы кейбір қауесеттерге түсініктеме береді. Винсент бұл туралы ешқандай ақпараты жоқ екенін айтады және полиция қызметкерінен таңертең қайтып келуін сұрайды. Өйткені ол оған арнайы ветчина тіліміне тапсырыс береді. Полиция қызметкері кеткен соң, Винсент үйіне оралып, Софиге жағдайдың күннен күнге қауіпті болып бара жатқанын айтады. Алайда олардың әңгімесін біреудің есік қағуы үзіп, оның Хлояның жігіті Лукас екенін біледі. Жас жігіт іс-шарада өзін қалай ұстағаны үшін кешірім сұрауға және белсенділер туралы қауесеттерге алаңдайтынын айтуға келді. Сонымен қатар, оның Хлоямен қарым-қатынасы жақсы емес және ол ерлі зайыптылардан кеңес сұрайды. Софи Лукасты жұбатып, Винсентке ас үйге барып, жас жігіттің демалуына көмектесу үшін қажет нәрсенің бәрін әкелуін айтады. Әйелінің не қалайтынын түсінген Винсент бас тартып, Лукасқа тезірек кетіп, Хлоямен татуласуын айтады. Жас жігіт үйден шыға салысымен, Винсент шектен шығып кеткенін түсініп, ет сатуды біржола тоқтатуға шешім қабылдады. Келесі күні таңертең адамдар оның жаңа өнімін көбірек сатып алу үшін кезекке тұрады. Бірақ Винсент оларға тауардың сатылып кеткенін және қайта толтырылмайтынын ескертеді. Барлығының көңілі қалып, әсіресе Софи, ол бизнесті жалғастырғысы келді және Винсентті тағы да қорқақ деп атады. Қасапшы ашуланып, ол бизнесті және ник сақтап қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасағанын айтады. Бірақ қандай жағдай болмасын, әйелі оның барлық күш-жігерін кемсітуді жалғастыруда. Күйеуінің ренжігенін көрген Софи кешірім сұрауға асығады. Бірақ Винсент оны тыңдағысы келмейді және өзін кінәлі сезініп, итімен бірге кетіп қалады. Софи кенттен Химера мен Камиланың қасында тұрған панк белсендісіне тап болған кезде дүкендегі заттарды жинай бастайды. Кейінірек Винсент үйіне қайтып келеді және қасапхананың жанында тұрған панк белсендісі сияқты фургонды көреді. Бұл үштік Софиді дүкеннің мұздатқышына сүйреп апарып, азаптағаннан кейін барлық шындықты айтуды талап етті. Софи сөйлеуден бас тартады. Сондықтан Камила сойылын алып, тамағын кесуге дайындалып жатыр. Алайда, соңғы секундта Винсент екінші жағынан өзінің адал үй жануары Чапстермен бірге сойылмен қаруланған көрінеді. Содан кейін екеуі шабуылды бастайды. Ал үлкен питбул Камилге секіріп түсіп, оны өте ауыр жерге тістеп алады. Содан кейін Хамура пышақпен шабуылдайды. Бірақ Винсент оны кескішті тікелей басына лақтырып аяқтайды. Ақырында панкпен бетпе-бет кездесудің уақыты келді. Бірақ ол ептірек болып, Винсентке соққылар арқылы шабуыл жасайды. Қасапшы дірілдей бастайды. Ал жігіт оны шашлықпен шаншып тастайды. Бұл оның артында үлкен ет бөлігін қалдырады. Панк өзінің соңғы соққысын жасамақ болғанда, Софи өзінің соққыларынан құтылып, қарсыласына өткір ілгекті шаншып, оның бас сүйегін тесіп жібереді. Төбелес аяқталғанда, Софи күйеуіне көмектесуге асығады және олар мұздатқыштың ішінде жасаған қанды қырғынның ортасында құшақтасады. Бірнеше күннен кейін әйгілі қылмыстар туралы телешоуда жаңа қосымша пайда болды. Бұл жолы Софи мен Винсент Паскальдан басқа ешкім туралы айтылмайды. Миллионнан келген қасапшылар ретінде танымал болған ерлі зайыптыларды Марк пен Стефанидің баяндамасының арқасында полиция қолға түсірді. Хабарламаларға сәйкес, олар 30-дан астам вегетариандық белсенділерді жойып, қылмыстары үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Бір қызығы, телешоуларға қатысқан қылмыскерлерге үнемі тәнті болған Софи күйеуімен бірге солардың біріне айналды. Олар бизнесі мен некелерін сақтап қалғанымен, енді екеуі қалған өмірлерін темір тордың ар жағында өткізеді. Сонымен, бұл фильм туралы не ойлайсыз? Оны төмендегі түсініктемелерде қалдырыңыз. Ал егер сізге видео ұнаса, лайк басып, басқа фильм шоуларына жазылыңыз. Келесі кездескенше.